Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, түрлі түсті болып шығатын орама чак-чактар дайындаймыз. Ең алдымен 3 ыдысқа 2 жұмыртқадан салып аламыз. Сонан соң үстіне шым-шым тұз саламыз. Әрқайсысына жарты шай қасықтан қопсытқыш саламыз.Інде бір гелевый бояғыш, ал 2 құрғақ бояғыш. Гелевый бояғышты өзін қосамыз, ал құрғақ бояғышты бір шай қасықтан су қосып, осылай жақсылап араластырып, сонан соң барып қосамыз. Қаның көмегімен барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Келесі әрқайсысына 1 стакан ұннан салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз және оны целлофан пакетпен жауып қоямыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек және целлофан пакетке салу маңызды, өйткені жұмыртқамен жасалған қамыр өте тез қаязып қалады. Қамырды илеп алдық, енді жаямыз. Жайып, осылай арасына ұн сеуіп, бірінен соң бірін жайғастырамыз. Барлығын жайып алдық, енді өзімізге қажетті құралмен кесіп аламыз. Барлығын кесіп алдық, енді өзімізге қажет мөлшерде ораймыз. Кішкене арасына орын қалдыра отырып, орап шығамыз, және борап болған соң, осылай 3 жерінен басып шығамыз. Сонда біздің қамырымыз майға қуырылған кезде арасы ашылып кетпейді. Орташа отта қызып тұрған майға 2 жағынан қуырып аламыз. Осылай ашылған жағдайда, осы отта ыстық кезінде формасын келтіріп алуға болады. Чак-чактарымыз қуырылып жатыр, осы кезде бізге сироп қажет болады. Сиропқа 1,5 бокал су құямыз. 2 стакан толтырып, шекер саламыз. Қышқылтым болған қаласаңыздар, арасында лимон қышқылын қосуға болады. Мен кішкене қышқылтым болған қаладым, сондықтан 1 шай қасықтай лимон қышқылын қостым. Отта 10 минуттай өтті, сироп әлі дайын болған жоқ. Сироп дайын болған кезде 15-20 минутқа жақын уақытта өзі осылай жаймендеп, күрекшеден ағып тұратын болады. Сонда сироп дайын болды деген сөз. Барлық чак-чактарымызды 2 жағынан сиропқа аунатып дайындап аламыз. Мен чак-чактардың барлығы дайын болды. Қарапайым етіп жасағанға қарағанда, дастарханда бұлар өте әдемі көрінеді. Каналға тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған салтанат. Келесі видеоларымда кездескенше аман сау тұрыңыздар.